Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздермен дәл осындай әдемі әрі жұмсақ, әрі ерекше пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Яблочный пирог с безе деп айтады бұны. Бұл өте дәмді, өте керемет болып шықты. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Ең алдымен бізге мұнда ұн менен сары майды екеуін жақсылап араластырып алу керек. Бұда крошки жасау керек. Жақсылап араластырып болғаннан кейін жұмыртқа мен құмшекер екеуін араластырып жұмсақ тесто жасап аламыз. Мұнда менде 300 грамм ұн және 150 грамм сары май, бір жұмыртқа және де 100 грамм құмшекер және де ас содасы мен уксус екеуін гасить етіп, жарты қасық ас содасын екеуін жақсылап араластырып, жұмсақ тесто жасап аламыз. Жасаған тестомызды осылай целлофанға орап, кішкене қойып қоямыз. Карамель жасайтын боламыз. Дәл осылай құмшекерді, 100 грамм құмшекерді жай отқа қойып, еріткенше қойып қоямыз. Бізде мұнда алма, кез келген алма, қаншалықты көп жасағыңыз келсе, қаншалықты аз жасағыңыз келсе де өз еркіңіз. Мен 7 алма қостым. Олардың бәрін осылай 4 бұрыштап турап, жаңа карамельдің үстіне салатын боламыз. Міне карамель осында қоңыр болды. Осылай алманы салғаннан кейін карамель кішкене қата бастайды, бір-біріне жабыса бастайды, ол ештеңеде етпейді. Сол жай баяу отта осылай алмаменен қалдырып қоямыз. Ол өзі еріп, толықтай жұмсақ болып дайын болады. Үстіне кішкене корица қосып жіберсеңіздер де болады. Біз мұнда безе жасаймыз. Безеге ешқандай ыдысымыз су болмау керек, миксерімізде су болмау керек. 3 жұмыртқаның ағы. Менде мұнда 94 грамм болды. 3 жұмыртқаның ағы. Миксермен кішкене тұз салып, миксерлеп аламыз. Аппақ масса шыққанша араластырып, жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне құмшекерді салып, 120 граммдай құмшекер, аппақ белок болғанша, пенка болғанша жақсылап араластырамыз. Безенің дайын болғанын осы табаны көтерген кезде ол түсіп қалмайтын жағдайға жетеді. Мінекей осылай, содан білсеңіз болады. Енді сіздерге бір лайфхак болсын, осылай пергамент қағаз кейде көтеріліп кете беретін болады. Ол көтеріліп кетпес үшін протеинді сары майменен майлап, осылай үстіне пергамент қойсаңыздар, ешқандай да бөгет жасамайтын болады. Тестомызды осылай кез келген формаға жайып алып, үстіне жаңағы дайын болған карамельді салып, 180 градуста 25 минутта пісіріп аламыз. Пісіп болғаннан кейін үстінен безені салып, аппақ беземізді салып, 10-15 минуттай ең жай отта пісіріп аламыз. Безені ешқашанда 180 градуста пісірмейді, оны 190 ең баяу отта пісіреді. Беті кішкене қатты болғанша ғана пісіріп аласыздар. Не осылай беті қатты болып шықты. Мінекей осымен дайын болды. Сіздер жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнаған болса, менің каналымда пікірлеріңіз қалдырып кетсеңіздер болады.